Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда тағы да көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен жаз мезгіліне таптырмас, шөліңді де басатын, қарныңды да тойдыратын салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен көжені жүгері және де бидай дақылынан дайындаймын. Өз қалауларыңыз бойынша бидайдың өзінен немесе жүгерінің өзінен дайындауға болады. Бірақ екеуінен де қосып араластырып дайындайтын болсаңыздар, көжелеріңіз өте дәмді шығады. Мен осылай бір кеседен алдым. Шамада бұл жерде 350 граммнан. Енді ең алдымен жақсылап жүгеріміз бен бидайымызды су ағарғанша бірнеше мәрте жуып алатын боламыз. Енді дақылдарымызды қайнатуға кірісеміз. Ол үшін осындай қазанымызға немесе кастрөлімізге 3-3,5 литрдей салқын су құйып аламыз да жүгерімізді саламыз. Себебі бізде жүгері бидайға қарағанда кішкене ұзақтау піседі. Сондықтан бидайды қоспай жүгерінің өзін суда пісіріп аламыз. Отқа қойып дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып қалдырамыз. Жүгеріміз қайнап бастаған кезде бетіне осындай көбікшелер шығады. Оларды міндетті түрде осындай сүзгіштің көмегімен тазалап алып тастаңыздар. Кейіннен оттың астын баяулатып, шамада 40 минуттай баяу отта жүгеріні қайнатамыз. 40 минутта біздің жүгерлеріміз кішкене жұмсарып пісуге айналып қалады. Енді дәл осы кезде үстінен бидайымызды саламыз. Жақсылап араластырып, шамада 1 жарты сағат көлемінде тағы да қақпағын жауып, баяу отта қайнатып аламыз. Жарты сағаттан кейін біздің жүгерімізде бидайымызда толықтай пісіп шығады. Бірақ бидайларымыз толықтай жарылмаған. Сол себепті отымызды сөндіреміз де қазанның қақпағын жауып қоямыз. Шамада 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттың ішінде өз ыстығымен бидайлар жарылатын болады. Кейіннен суытуға жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда бидайларымыз толықтай жарылған, және де мен кішкене суытып алдым. Қатты салқын емес, бөлме температурасында жылы болып тұр. Енді ары қарай көжені жасауға болады. Айта кететін нәрсе, ыстық кезінде көже жасамаңыздар, себебі айрандарыңыз іріп кетуі әбден мүмкін. Ары қарай көжені жасау ыңғайлырақ болу үшін осындай үлкен ыдысты алдым. Жаңағы қайнатып алған, кішкене суытқан жүгеріміз бен бидайымызды шарамызға саламыз да үстінен айранымызды қосамыз. Тағы да айта кететін нәрсе, көжені үйге өздеріңіз ішкенге жасайтын болсаңыздар, айранды кішкене ашытып барып қосыңыздар, сонда көжелеріңіздің дәмі өте ерекше, шөл басатындай керемет болып шығады. Ал егерде сатылымға шығаратын болсаңыздар, тәтті айран қосқандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңыздай, мендегі айран кішкене ашыған, бетінде көпіршіктері бар. Дәл осы айранды мен қосатын боламын. Келесі кезекте көжемізге су қосамыз. Мен суды фильтрден алдым. Ал егер сіздерде фильтр болмаса, суды алдын ала қайнатып, суытып барып қосқандарыңыз дұрысырақ. Тағы бір айта кететін нәрсе, кейбір жандар көженің қою болғанын қалайды. Егер сіздерде сондай жандардың қатарынан болсаңыздар, шамада 1-2 литрдей су қоссаңыздар жеткілікті. Ал егерде көженің сұйық болғанын, суының мол болғанын қалайтын болсаңыздар, 3 немесе 4 литрдей қосқандарыңыз дұрыс. Менде кішкене 2 литр су қосқаннан кейін көжем қоюлау болып қалғандықтан, тағы да 1 литр көлемінде су қостым. Жалпылама 3 литр су қосылды. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, тұзын көруді ұмытпаймыз. Менде кішкене тұзы кемдеу екен, сондықтан кішкене тұз қосып жібердім. Кейіннен тағы да жақсылап араластырып алдым. Одан кейін көжеге бір ерекше дәм беретін нәрсе бар. Ол жалбыз немесе райхан. Әрине бұл әр адамның талғамы бойынша. Осы жалбыздың немесе райханның дәмі сіздерге ұнайтын болса, көжелеріңіздің көлеміне қарай аздап қосып жіберсеңіздер болады. Көженің дәмі одан сайын ерекшелене түседі. Дайын болған көжемізді салқындатып, кесемізге құйып, дастарханға ұсына берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.
сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.